Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің тақырып саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған. Және біз әріптестерімізбен мына 1997 жылы осы күнді атап өту мәселесінен бастап, және сталиндік қуғын-сүргін құрбандарының идеялары осы күнге дейін өзекті ма, және ол идеялардан қандай маңызды ақпаратты біз пайдаланатынымызды талқылаймыз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Үмбетхан ағай, мына 1997 жылы бұл күн аталып бастады. Осы күнге дейін оның өзектілігі, оның маңыздылығы қалды ма? Мүмкін өзгертуде уақыт келген шығар. Оны біз қалай атап өту керекпіз? Жалпы оны қалай өткізу керекпіз? Тек қана еске алу ма, әлде бұның маңыздылығы, құндылығы бір тереңірек жатыр ма? Енді бұл сталиндік саяси қуғын-сүргін құрбандары біздің халқымыздың негізгі бетке ұстар тұлғалары. Олардың ең басты аңсаған арманы осы тәуелсіздік, елді тәуелсіздікке жеткізу, осы тәуелсіздік жолында, тәуелсіздік тұсында жалпы қоғамға, ұрпаққа қажет құндылықтардың барлығын олар зерделеп бізге ұсынып кетті. Енді тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекет басшысының бастамасымен осы арнайы сталиндік саяси қуғын-сүргін құрбандарын және ашаршылық құрбандарын еске алу күні аталып өтіп жатыр. Енді бұл біраз жұмыстар атқарылды, тәуелсіздік алғаннан бері зерттеліп жатыр. Енді бұл үлкен күрделі тақырып. Енді менің ойымша бұл күнді атап өтуде біз енді тек қана еске алу ғана емес, жалпы сол кісілердің бірінші аманатын, ұлы армандарын жүзеге асыру. Әлі ашылмай жатқан жерлер көп. Менің ойымша осы әрбір өңірдегі осы ашаршылық құрбандары жерленген жерлерді және осы ұрпақтардың қолында қалған мұраларды, әлі архивтегі құжаттарды, сонымен қатар осы зерттеу жүргізу керек. Әрбір біз жылымызға есеп беру керек. Мысалы, өткен жылы қандай жұмыстар атқарылды, биылғы жылы сол жұмыстарға біз қандай тағы да қосымша жұмыстарды қосымша атқардық деген сияқты, сондай бір әрбір мекемеде, әрбір құрылымда соған бір есеп беру сияқты. Мысалы, ғылыми бағытта болсын, идеологиялық бағытта болсын, ең басты мәселе бұл күнді атап өтудегі, яғни біздің тарихи санамызда халықтың өзіндік санасын күшейту. Осы жағынан көңіл бөлетін мәселелер көп деп өзім есептеймін. Жалпы біз еске алғанда мына көбінесе алаш зиялы қауымын еске аламыз. Осы күнмен байланыстыратынымыз біз осы біздің алаш тұңғыш саяси партиямыздың өкілдерін еске аламыз. Сонымен қоса, бірақ бұл жерде біз ашаршылық тақырыбында қозғап отырмыз. Бұл екі жеке мәселе ме, әлде екеуі байланысты ма? Байланысты болғанда біз деген онда мына байлық идеологиясын бұл жерде көтеру керекпіз ба, әлде ғылыми тақырып па, әлде тәртіп, тәрбие жағынан қарастыру керекпіз? Осын бір түсіндіріп кетсеңіздер. Рахмет. Жалпы енді бұл бір тарихи кезең, бір 10-20 жылдай уақыт, сондықтан бөліп жармай, негізі мынау целостно дейді ғой орысша. Жалпылай толыққанды жан-жақты қараған дұрыс сияқты. Өйткені барлығы бір-бірімен байланысты. Мысалы, ашаршылыққа келетін болсақ, негізі екі толқын өтті. Қазақ жерінде ол 20-шы жылдың басындағы 21-22 жылғы ашаршылық және 31-32 жылғы ашаршылық. Екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Бірінші ашаршылықта біраз енді құрбан болды, біраз адам, бірақ ол қазақ халқына 30-шы жылғы ашаршылық сияқты әсер еткен жоқ. Өйткені 30-шы жылғы ашаршылыққа әсіресе әсер еткен 28-шы жылғы аса ірі байлардың мал-мүлкін тәркілеу, конфиске дейді қазақша. Соның әсерінен қазақ жеріндегі жалпы балансты саяси тұрғыдан болсын, басқа тұрғыдан болсын баланс сақтап тұрған сол қазақ байлары болды. Олар мысалы қазір енді қазіргі күнмен айтсақ жұмыс берушілер сияқты сол жердегі қара халыққа жұмыс берді, және де сол жердегі мектептің
қаржыландырумен айналысты, медресені қаржыландырумен айналысты. Сол ауылдан бір талантты бала шықса, сол баланы ары қарай жарыстарға қатысуға, немесе ары қарай Мәскеуге барып оқуға, білім алуына жәрдем жасады. Сол себепті бұл жерде мынау Руслан Ақмағамбетов деген қазір жазушы, зерттеуші бар. Сол кісінің «Байлық танымы және қазақ байлары» деген кітабы бар. Осы сияқты зерттеулер көбею керек. Өйткені аса ірі 500 бай дегенмен, ол 500 байдың толықтай ат жөндері де белгісіз көп жағдайда, және де әсіресе мынау кеңестік дәуір ол байларды, билерді, батырларды жамандаумен идеология солай жұмыс істеді бірнеше жыл. Содан әлі де біздің халықтың арасында мына байды жек көру, байға қарсы болу, байды жақсы көрмеу деген мәселе әлі де кездеседі. Бірақ та сол байларды да насихаттау керек деп ойлаймын. Олардың тарихтан, жаңа ағай айтқандай, архивтен мұраларын қарау керек. Ол енді бір жағы Алашорданың мысалы 28 жылға дейінгі атқарған іс-әрекеті өте жоғары деңгейде. Ол партияны құруы болсын, газет шығаруы болсын, мектептерді ашуы болсын. Ал 28 жылдан кейін, конфискеден кейінгі уақыт тіпті басқаша. Қанша мың жерден идеясы мықты болғанмен, негізгі көзінен оны қаржыландырушылардан айырылып қалғаннан кейін үлкен қиындықтарға тап болды. Яғни біз бұл жерде бұл саяси қуғын сүргін құрбандары бұл деген жаңа байларға қарсы күрес десек те болады. Себебі Ресей империясының территориясында ол аристократияға қарсы күрес жүріп жатты. Содан бізде жаңағы ертегілерімізде де байға қарсы бір пропаганда жүрді десек болады. Осының барлығының байланысы тағы қандай себептерде болуы мүмкін? Ол деген яғни саясаттану теориясына сүйенсек те, ол негізі лидерлерді жою бір жағынан, бірақ біз бұл жерде қандай мәселемен кездесіп тұрмыз? Бұл жерде ғылыми, академиялық деңгейдегі адамдарға да қарсы күрес. Не себепті? Бұл жердегі бірінші саясат, мына ұлтқа қарсы жүргізген саясат. Енді ұлт ол тарихтың субъектісі ғой, мәдениеттің субъектісі. Ал енді бұл жерде біздің алдымызға мынадай міндет тұр. Біз мына категориялар бар ғой, сол ұғымдарға анализ жасауымыз керек. Мысалы, бай деген, қазақтың ұғымдағы бай деген түсініктің мағынасы қандай? Мысалы, дәулет деген түсінік бар бізде, құт деген ұғым бар. Ал енді шын мәнінде осы ұғымдармен қарайтын болсақ, байларымыз көзқарақты, рухани жағынан терең, діни сауаты күшті, іскер адамдар болып шығады. Ал осыны кеңес үкіметі мынадай бізге ұғымдарды енгізді. Мысалы, аферист деген сөз енгізді. Шайка деген сөз болды. Банды дейді. Мысалы, біздің кешегі ишандарымыз, ғұлама адамдардың бәрін, мысалы, аферист деп құжаттарда солай жазып кетті. Сол себептен біздің алдымызда тұрған міндет, кеңес үкіметінің саясаты ол бірден жүргізілген жоқ, ол біртіндеп жүргізілді. Яғни ұлтты әлсірету керек. Байларды бірден жойып жіберуге болатын еді. Олар байларды әлсіретті бірінші. Ол үшін не істеді? Ұжымдастырып, колхоздастыруға дейін серіктік артельдерді құрды. Одан кейін мына ауылдарды жою саясаты жүрді. Тарихи киелі жерлерді жою саясаты болды. Мысалы, менің бір ойланатыным 2017 жылы рухани жаңғыру бағдарламасы болды. Сонда Қазақстан тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында мынадай бір керемет нәрсе бар. Киелі жерлер географиясы деген. Мысалы, осы киелі жерлер географиясы деген кезде біздер тек қана географтар ғана айналысу керек деген сондай көзқараста болдық. Ал бұл жердегі киелі жерде отырғаны сол кешегі ұмыт бола бастаған кеңес үкіметі жойып жіберген біздің киелі жерлеріміз. Олар мешіттер болуы мүмкін. Олар үлкен тұлғалардың бейіттері болуы мүмкін, мысалы. Үлкен ауылдар болуы мүмкін. Ал енді осылардың барлығын қарайтын болсақ, үлкен кешен түрде зерттеу жүргізу керек, және бұл зерттеуді заңгерлер де араласу керек, мәдениеттанушылар бар. Енді тарихшы, әдебиетші ғалымдарымыз зерттеп жатыр, философтар екі бастан. Себебі біз категориялық тұрғыда анализ жасауымыз керек, ғылыми тұрғыда. Ұғымдарға біз қайттан сараптама жасап, мысалы, бай деген түсінік осындай, молда деген түсінік бар бізде, мысалы, ишан деген ұғым бар, әулие деген ұғым бар. Мысалы, осылардың барлығын әрқайсысын түсіндіруіміз керек. Себебі бұның барлығын кеңес үкіметі бұрмалап біздің санамызда басқаша ұғымдар қалдырып кетті. Осындай міндеттер бар негізінде. Мына кеңес одағының бұрынғы пропагандистік листовкалары болды ғой.
соларда кәдімгі шіркеулерге қарсы күресте, жаңағы діни өкілдерге қарсы күрестің бәрінде жаңағы ол адамдарды қаралау болып шықты, карикатура арқылы. Ол да бір пропаганданың жолы ғой негізі. Бірақ мысалы біздің алаш зиялы қауымына келсек, ол кісілер бір жағынан діни тұрғыдан да мықты, имандары мықты болғанымен, сонымен қоса олар кәдімгі зиялы қауым. Олардың идеялар демократиялық идеялар болды. Өз заманынан асып кеткен. Осы бойынша осы идеяларды біз осы күнге дейін қайтадан жаңартып, қайтадан қолдану мүмкіндіктері бар ма? Біз енді қазір сол кездегі медреселердің деңгейіне жете алмай жатырмыз. Себебі неге дейміз ғой? Ол кезде медреселерде астрономия оқытылған, ол кезде математика оқытылған, ол кезде медицина оқытылған. Жалпы медреселерде энциклопедист адамдар шығарған. Ишан дегеніміз сондай. Және мына тарихи жады, мына тарих философиясы ғой қазір бізде айтатынымыз, сондай дүниелер өте жақсы идеология күшті болған. Ең бірінші, мысалы, ұлттың тұлғасы етіп қалыптастыру керек. Ол үлкен бір үлгі, мысалы қарасақ. Ал енді алаш деген кезде, дінмен байланыс деген кезде, алаштың ар жағында, жаңа Абылай өте дұрыс айтты, байлар тұр, және имамдар тұр. Ал енді неге алаш осы мына 27-ші жылдары жалпы сыни көзқарас айтылады кейде молдаларға? Ол саяси жағынан, себебі ең бірінші совет үкіметі қудалауды діннен бастады. 23-ші жылы қаулылар шыға бастады, сонда діни көзқарасы бар адамдарды жалпы партияға, қоғамға араластырмау жөнінде бастама көтерді. Ал енді содан кейін алаш түсінді, яғни алаштың ар жағында тұрған діни адамдар екендігін, байлар екендігін кеңес үкіметі түсінді де, бұл кісілер жаңағы өздерінше сондай бір саяси тәсілдермен жұмыс жасай бастады. Екіншіден енді мына саясат патша заманынан кеңес заманында дінге қарсы саясат жүргізілді ғой. Ал сонда біздің қоғамға түрлі діни ағымдар өкілдері кіре бастады. Кеңес үкіметі басында жалпы дінді әлсірету үшін әдейі кіргізді, ол жөнінде мен мақала жаздым. Ал енді жаңа айтқанда дінге қарсы саясат деген кезде құдайсыздар қоғамы болды. Оның жаңағы архивтегі мен уставтарын, құжат несін жаңағы тауып алдым. Сол туралы өткенде мен кітапқа енгіздім. Себебі бұны жаңағы дінтану бағытындағы докторанттар зерттеп пайдалану керек. Сонда қарасақ, үлкен саясат жүрген, өте қатты саясат жүрген. Сол себептен қазір біздер қоғамдағы дін мәселесін, жалпы дінге қатысты, мәдениетке қатысты мәселелерді зерттеуде міндетті түрде сол архивтегі құжаттарды біз қарауымыз керек. Өйткені оның әсері әлі күнге дейін бар біздің қоғамда. Әрине, мына ұлттық идеология болмағандықтан да біздің жастар арасында мына радикалды ағымдарға ұрынып кету, дәстүрлі дін дейміз ғой. Дәстүрлі дін түбі сол жаңа аға айтып өткендей, ишандардан, сол кездегі медреселерден, сол кездегі ғалымдардан шығады. Мысалы, сондай медреселердің бірі Шығыс Қазақстанда болды. Және де Абайдың өзі сол медреседен оқыды, одан кейін Абайдың шәкірті Шәкәрім. Мысалы, мен мынандай оқиғаларды білем, алаш қайраткерлеріне байланысты. Семейде, Қарқаралыда жиындар болған кезде алаш қайраткерлерінің біразы Шәкәрімге барып ақылдасады екен. Шәкәрім жаңағы айтқандай, ол бір жағынан алаш көсемдерінің рухани менторы болды. Мысалы, мынадай Германиядан Макс Кучинский деген үлкен ғалым келген. Сол үлкен еңбегі бар, великая степь, великая емес, большая степь дейді ғой, жаңылмасам. Большая степь и его люди деген. Ол негіз түбі еврей, жалпы Орта Азия халықтарын зерттегенде соның жанында Қошке Кемеңгерұлы болады, сосын Мұхтар Әуезов алады да оны Шәкәрімге алып барып таныстырады. Сонда Шәкәріммен бірге әңгіме дүкен құрған. Енді ол еуропаша білім алған, білімді, еврей халқы жалпы білімді ғой, зерттеуші ғалым, сонда Шәкәрімнің біліміне таңғалып кеткен. Былай деп айтқан екен, келесіде мен тағы бір келем дейді, сіз үшін келем осы жаққа. Сонда сіз неміс тілін үйреніп алыңыз, мен оған дейін қазақ тілін үйреніп аламын деген. Бірақ енді ол екі арада Германияда да саяси қуғын-сүргін болды, білесіздер. Сосын одан екінші дүниежүзілік соғыс болып, енді біздің Шәкәрімде қуғын-сүргінге ұшырап, екінші рет келе алмай қалды. Жаңағы мысалға документальный подтверждение, сол кітапты тауып алуға болады, ол кітап бар. Және Кучинскийдің туған ұлы, кейіннен мынау Холокостқа байланысты Кучинский өз Латын Америкасына жер аударған,
сол жерде туған ұлы жаңылмасам Перудың ба бір сұраққа президенті болған. Өйткені үлкен ғалым барып, ол жақта университетте үлкен доктор болған, профессор болған, содан ұлы енді жақсы тәрбие алып, кейін сол мемлекеттің президентіне дейін барды. Сонда бірақ қана мысалы, ол шәкәрімді біз білеміз, өйткені оның шығармалары бар, ол енді тарап үлгерді, Абайды танытушы енді мұхтарлар болды, бір жақсы мектеп болды жалпы Семейден. Бірақ та осы Ақтөбе өңірінде де, басқа Көкшетауда да, басқа да өңірлерде осындай үлкен-үлкен тұлғалар болды. Солар енді көбірек зерттелсе дейміз, енді архивтерде немесе жаңағыдай белгілі бір ақсақалдарда солар жайында біраз ақпараттар болуы мүмкін. Мысалы, осы өңірде де жаңылмасам ағай, біраз мешіттер бар, ауылдарда тұрған. 230 мешіт болған. Бұл жерде енді мен мына зерттеп қараған кезде түсінгенім, мына қазақ даласындағы негізгі орталық бұл әулие адамдар ұстаған мешіттер. Олар үлкен институт ретінде қалыптасқан. Ал енді білімді адамдар жаңағы бірнеше бағытқа деңгейге бөлінген ғой. Ғылыми бағыт бар, оларда емдейтін әулиелік бағыттағы бар имамдар бар. Енді мына Құнанбайға келсек, ол жермен байланыс күшті болған. Өзім қазір мына қуғын-сүргінге ұшыраған кісілердің ұрпақтарын, қолжазбаларын аударып қарап жатқан кезде осы кісілердің есімдері аталады. Бұлар мына башқұрттармен байланыс болған күшті. Жалпы мына Құнанбай осы жерлердегі жалпы Қазақстандағы кісілердің арасында байланысы мықты болған. Енді бұл үлкен тақырып зерттеу. Ал енді мен айтайын деп отырғаным, мына Иммануил Канттың айтқаны бар. Тарих дейді, бұл халыққа үлгі болатын нәрсе дейді. Яғни жол көрсететін нәрсе дейді. Алашиялар айтқан тарих бұл түзушілік кітабы деген. Сонда бір таңғалатыным, сол кездегі діни тұлғаларымыз тарихқа осы көзқараспен қараған. Яғни имамдар өзінің ауылына, аймағына ие болды және халықты ұлт ретінде ұйыстырды. Деструктивті ағымнан шығады ғой. Ол неден тарихын білмегеннен кейін, бізде де сондай мықты тұлғалар бар екендігін білмегеннен кейін сонда көрінгенге ереді. Бірақ та түптеп қарайтын болсақ, біздің жердің өзінде біраз тұлғалар болған. Енді Ахмет Яссауиден бастап мектеп күшті болған ғой. Мектеп мықты болған. Орнықты пікір, әсіресе қазіргі таңда жастарымыздың арасында бір мықты идея ретінде бәріміз араб мемлекеттері секілді болсақ екен деген ой бар. Әсіресе жаңа деструктивті ағымдарға кіріп баратқан жастардың арасында осы идеялар баршы. Оның себебі де бірі жаңағы бір не жоқ. Өзіндік сана. Өзіндік сана болмайды. Иммунитет жоқ, өзіндік сана жоқ. Жастар өзінің ұлттық тарихи, мәдени байлықтарын білмеуден болады. Демек, содан басталып жатыр. Енді біз жаңағы өте жоғары тақырыптарды қозғап отырмыз. Ұлттық құндылық деп отырмыз, ұлттық сезім деп жатырмыз, рухани ментор деп айтып жатырмыз ғой. Бірақ біз ол деңгейге жету үшін біздің әлі бастапқы деңгейдегі мәдениет, тәртіп деңгейіміз төмен емес па? Біз ол үлкен мақсатқа жету үшін біздің негізіміз әлсіреп тұрған жоқ па? Сол неден бастау керек осын қалыптастыру үшін? Қандай жолдармен? Мысалы, кезінде Алаш партиясының түрлі газеттері болды. Қазақ газеті, Жас Алаш, Оян Қазақ газеттері секілді. Енді ол кезде интернет жоқ. Ол кезде әлеуметтік желілер жоқ. Бірақ соның өзінде осындай қандай керемет газеттер арқылы біздің ұлттық тақырыптарды насихаттап көпшілікке жеткізе білді. Біздің қолымыздан сол келеді ме? Не істей аламыз қазіргі таңда? Егер де біз қазақтың тарихындағы үлгіні модельді алып қарасақ, ең бірінші отбасы институты күшті болу керек. Отбасы институты. Егер отбасы институты күшті болмаса, ол қалған мектепте, университетте адамға көмектесе алмайды. Сол себептен жаңа айтқандай, ұлттық құндылықтарға біздер категориялық негізде, яғни танымдық негізде отбасында ата-ана балаға үйрету керек. Мен өзім кейде байқап қалып жатамын, біздер кейбір сөздерді ұмытып баратырмыз. Мысалы, дәріс оқығанда немесе ортада қазақтың баяғы сөздерін айтып қалған кезде түсінбей жатады, бұл қандай деген сияқты. Мысалы, осының өзі, мысалы бізде қазақта неге бала тәрбиесінде жаңа әлди айтты, неге ертегілер айтты, неге батырлар жырын айтты. Жаңағы Кенесарының қасында болған поляктың жазушысы Адольф Янукович деген кісі, солай ғой. Сол кісі жаңағы айтады, жазып кетеді өзінің естелігінде. Кешкілік қазақтардың үйіне барғанда, дастархан басында
қаһарман тұлғаларын насихаттап отырады дейді, мақтан тұтып отырады дейді. Керемет. Сол сияқты біздерде де мына ұлттық кодымыз дейміз жаңа, ол соның негізі қалыптасады ол тәрбие арқылы. Сол себептен мен ойлаймын, отбасы мемлекет болып, университет болып, мектеп болып бірігіп жұмыс жасау керек. Бірақ негізгі фундамент сол отбасы. Біздің тарихта батырлар шықты. Мысалы, батырларда диплом жоқ. Ана Құрманғазыны алып қарасақ, Ахмет Жұбановтың ғасыр пернелері деген еңбегінде Құрманғазының заманында ешкім көмектесе алған жоқ Құрманғазыға, ата-ананың өзі нәсіпте. Бірақ сол қиындықты өзі жеңіп шықты. Бірақ ата-ана керемет тәрбие берді оған. Сол сияқты мына ерлік дейміз, еңбекқорлық дейміз, кісілік дейміз. Ана Жүсіп Баласағұнның айтқаны бар ғой, кісілері көп, кісілікке кендеміз дейді. Яғни қоғамның негізін құрайтын ол кісілік. Канттың философиясында категориялық императив деген бар. Адамгершілік сақ. Яғни қоғамның негізі адамгершілік. Адамгершілік болмаса басқа нәрсе жасай алмайды. Сол себептен мен ойлаймын отбасы деп. Енді сол отбасы, ағай айтқандай, отбасыдан кейін ары қарай қауымдық шығады, әулеттік, мынау біздің қазақта бар ғой. Енді Бауыржан Момышұлы айтады ғой, мен бесігі жырын айтпайтын анадан және немерелерін ертегі айтпайтын әжеден қорқам деп. Өкінішке қарай осы үлкен институт әсіресе ата әжелерінен алшақ болу. Өйткені жалпы көп жағдайда енді жас әке шеше жұмыспен жүреді, өзіміз де жаспыз ғой, енді көбіне жұмыспен жүреміз де, ал ата әжелердің болуы отбасында ол көп нәрсе, үлкен тәрбиелік бір үлкен институт. Мен өзім әжемнің тәрбиесінде өстім, содан мысалы жақсы білем оның қалай екендігін. Өйткені сонау 20-шы жылдардан бастап барлық тарихты айтып отыратын, барлық ауылдың әжесі. Сосын отбасыдан кейін ол ауылдық, жаңа ұжымдық, бізден той жасаса барлығы көмектеседі ғой қазақтар. Ол нәрсе бізде жалпы бар, сақталған, бірақ та осы жерде мысалы Баянауылдағы мектепті айтуға болады. Кезінен Мәшһүр Жүсіптер қалаған мектеп, сол жерден Әлкей Марғұлан шықты, Жүсіпбек Аймауытұлы шықты, Қаныш Сәтбаев шықты. Бір ғана ауданнан, мысалы Павлодар облысындағы бір аудан, бірнеше ғылым докторы, академик шыққан. Оның себебі неде деп іздестіргенде былай екен. Ауылға Әлкей Марғұлан немесе Қаныш Сәтбаев каникулға жаңағы демалыстарына келген кезде ауылдың ақсақалдары бір-екі баланы дайындап отырады екен. Мынаның баласы алғыр, мынаның баласы алғыр, сен осыны Алматыға алып кетесің, Казгуға түсіресің, үйінде жатқызасың, оқытасың деп. Сонда жылда күзде бір баланы алып кетеді, өздерінің қарамағында ұстайды, кейін жатақханасында тұрып, содан біраз кандидаттар, біраз ғалымдар шыққан үлкен мектептер қалыптасқан. Жалпы отбасы осы ғана апарады. Яғни бұл сіздің айтып жатқан жаңағы рухани ментор деген идеяға келіп тұр ғой. Ал енді насихаттау жолында қандай инструменттер қазір біз пайдаланамыз? Мысалы, қазақ газетінің тарихын айтып өтсеңіз, және оның қаншалықты қазіргі таңда өзекті газет арқылы тарату, немесе басқа жолдармен тарату. Ең бірінші мына мәселеге көңіл бөлген дұрыс деймін, мына сөзді түсіну, сөзді тыңдау. Қазір шын айтқанда біз сөзді тыңдамай баратырмыз. Мына кімнің айтқаны бар, бабамыз, Әнет бабаның өсиетке терең бол деген. Егер біз өсиетті категория деп қарасақ, соған біз терең болу керек. Мына Сократтың мынадай тәсілі бар, маевтика деген. Бұның тікелей қазақшасы дүниеге келген сәбиді қабылдап алу. Яғни Сократ айтады, әрбір пікір дейді, дүниеге келіп жатқан сәби сияқты дейді. Мысалы, ол тұлға болып өсуі мүмкін, ол қылмыскер болуы мүмкін. Ортаға байланысты. Абай айтқан ғой, мысалы, кімде-кім жаман болса, замандастардың бәрі жауап береді. Сол себептен ең бірінші сөзді түсінетін, сөзді қадірлейтін орта болу керек, адам қалыптасу керек. Ал енді егер біздер мысалы қазір қоғамда айтып жатыр, жаңа бұрынғы билер деп, әрі бас би дейді, әр жерде бар ғой мысалы билер туралы. Мен кейде қарап отырамын, ең бірінші біз оған құндылығын түсінуіміз керек. Мысалы бидің құндылығы қандай? Мен ойлаймын, ең бірінші түсінік болу керек, сөзді түсіну керек. Ал енді үлгі ретінде алып қарасақ, жаңағы отбасынан бастау керек. Бірақ енді қазір информация көп. Карл Ясперс айтпақшы, информация көп болған сайын адамның қабылдауы өсіреді дейді. Информацияны біз қалай азайтамыз қазір? Тіпті кішкентай балада информация көп. 5-6 жасар балада телефонда қаншама ойын бар, қаншама мультфильм бар деген сияқты. Бұл мәселеге ғылыми тұрғыда қарау керек. Бірақ қоғамға жаңа тәрбиелеудің, қоғамға жеткізудің бізде моделдері бар керек тарихта. Мысалы, батырлар жырын айтуға болады.
аңыз әңгімелер айтуға болады. Ата-ана баламен сөйлесу керек қой, қазір психологтар айтып жатыр ғой жалпы. Ал енді қазір информация көп, уақыт аз дейміз. Соның салдарынан осындай мәселелер болып жатыр, менің ойымша. Ал біз мына университет тарапынан студенттерімізге не істей аламыз? Жаңа сіз айтып кеттіңіз, ол мектепте өзгерте алмайды, университетте өзгерте алмайды, егер бала отбасында тәрбие алмаған болса деп. Бірақ енді біздің қолымыздан келетін жаңа ғылыми зерттеулерден бөлек тағы біз не істей аламыз? Біздің мына инструменттеріміз, инфраструктурамыз қолданып қандай өзгерістер енгізе аламыз? Мына кемел тұлға қалыптасу үшін, толық тұлға қалыптасу үшін, профессионал қалыптасу үшін біздің қолымыздан не келеді? Енді менің өзім түсінген жүргенім студенттердің арасында енді қазір шын айтқанда өзгеріп жатыр ғой қоғамның жаңа құрылымы, жаңа кеңістік қалыптасып қоғамда, ақпарат кеңістік бар. Біз мына қазір енді бізде ғалымдар айтып жатыр, басқа елдің ғалымдары, философтар. Мысалы, бұрынғы бір философты түсіну үшін дейді, Иммануил Кантты кеме 5 жыл уақыт керек дейді. Оны ешкім оқымайды мысалы. Қазір біз қайтып философияны оқытамыз деген мәселеге көңіл бөліп жатыр. Сол кезде енді бір том кітапты 3 сөйлем қылып жеткізуіміз керек, егер адам оқу үшін. Менің өзім түсінгенім бойынша енді біздің университетте мүмкіндік көп, керемет. Ал енді соны қалай біз оңтайландырамыз жастарға информацияны жеткізудің. Сол жағын біз ойлап шығаруымыз керек. Дәрістерді қосымша жаңа осындай сұхбаттарды көбейтеміз ба? Қазіргі жастар жақсы, мен жаман деп айтпаймын, бірақ жастардың уақыты басқа, көзқарасы басқа, талғамы басқа. Біз соған әдісімізді өзгертуіміз керек. Дәріс беруде болсын, басқа болсын деген сияқты. Өйткені қазір мысалы менің айтып жатқан нәрсемді ол біліп отыруы мүмкін деген сияқты. Ал енді мен қалай оны диалог түрінде ету керек қой, мына Сократтың әдісі бар ғой. Сол сұхбат түрінде кету керек негізі көп. Бір тілде сөйлесе аламыз ба, жоқ па дейсіз ғой, иә? Яғни инструмент бар, инфраструктурамыз бар, зерттеу институттары қалыптасқан, мынандай профессорлық оқытушылар құрам бар жерде негізі мүмкіндіктеріміз бар. Жастардың енді жаңағы уақыты басқа деп тұрмыз, иә? Үмбетхан аға айтып отыр. Ол уақытын тиімді пайдалану, ол уақытын дұрыс бағытқа бұру үшін біз не істей аламыз? Қандай тәсілдер қолдана аламыз? Негізі біз енді формальный нәрсе көп өтеді ғой. Жиналыстар болсын, шаралар болсын, неформальный нәрселер көп көмектеседі. Өйткені мынау галстуксыз кездесу дейді ғой. Мысалы, ағайды шақырып, 4-5 студент жанында әңгімелесіп отыратын болса, ол бірдеңені танып кетеді. Немесе бірге сенбілікке шығу, бірге бір жаққа жол жүру, мысалы, бір жаққа жаңағыдай тур болса, жарты күндік тур мысалы бар ғой, осы өлкенің өзінде бір ауылға бар, саяхаттайтындай. Осы неформальный нәрселер көптеп көмектеседі. Өйткені университет, академия бәрібір шектейді ғой. Профессор бар, оқытушы бар, студент бар, арада бір шек болады. Ал жаңағыдай диалогтарға көп жағдайда ол, және студенттің де саны көп қой. Және оқытушыда да бір сабақтан кейін екінші сабақ болады, ол фокусын көп қойып жүре алмайды. Ал сабақтан тыс уақыттарда көбірек қарым-қатынасқа түссе, көбірек әңгімелессе, әңгіме дүкен құрса, енді осылай жүреді. Сосын ер балаларға, әсіресе мынау ер адамдар тарапынан бұрында мысалы жолға шықса баланы бірге алып шығады, жаңағы ат-арбамен барса да, басқа жаққа барса да, сонда абайдың мысалға тәрбиесіне байланысты әкесінің жанында жүреді. Сонда енді ол ойнап жүруі мүмкін, бір же кітап оқуы мүмкін, әндетіп отыруы мүмкін, ұйықтап қалуы мүмкін. Бірақ та ол сол жерде Құнанбайдың жанында жүріп, Құнанбай істі қалай шешеді, қоғаммен қалай қарым-қатынас құрады, осы нәрселерді үйреніп жүреді ол. Біз мысалы айтамыз ғой, мынау Әзірбайжан ұлт өкілі бар, өзбектерде әсіресе саудада жүреді, бірге жанында жүреді, балалар да мықты саудагер болады. Бізде енді көбіне ол мал шаруашылығында болған бұрында. Сол сияқты қарым-қатынастар көбірек болса. Енді оны ұйымдастыру жағы, бәрі қалай өтетіндігі енді ол енді басқа жағы. Бірақ та жалпы осы формат ыңғайлырақ сияқты. Өйткені бір барьер жоғалама бұл жерде жеңілдейтін сияқты. Футбол ойнау мысалы, бірлесіп футбол ойнау, оның өзі қатты әсер етеді. Баскетбол ойнау, немесе жаңағыдай басқа да шаралар ұйымдастыру. Менің білуімше де біздің оқытушыларымыз арасында осындай тәрбие жұмысымен мықты айналысатын әріптестеріміз бар. Бірге жаңағыдай пицца патида ұйымдастыру мүмкін,
немесе бірге шығып табиғатқа шығып жүргендер де бар, бірге фотосессияға барып жүргендеріміз де бар арамызда. Яғни бұл сіздердің ұсыныстарыңыз бойынша жаңағы арасындағы шекараны бұзады, жақын танып, бір-бірінің жаңағы проблемаларын, оны шешу жолдарына дейін түсіне алады. Иә? Сонымен қоса біз өзіміздің университет миссиясында да біз кемел тұлғаны қалыптастыру мақсат етіп отырмыз. Иә? Бірақ егер ол бір мамандықта ғана оқитын студент болса, ол математик болып шығу керек негізінде. Иә? Ал жаңағындай шаралардың арқасында таланттар оянуы мүмкін. Иә? Жаңа сіз айтып отқан, мысалы, футбол ойнап жүріп, ол қай мамандықта оқыса да, одан мықты футболист шығуы мүмкін. Біздің студенттерімізбен кездесулерде студенттерден сұраған болатын. Сіз осы жұбановшылардың ең мықты жағы қандай деген сұрақ қойғанда, бірден чемпиондар көп шығады деген болатын. Қай мамандық болса да, чемпиондар бұл университетте көп деді. Яғни, бәлкім біздің миссиямызда, университет миссиясында кемел тұлға емес, чемпиондар деп өзгерту керек шығар. Мүмкін басқа терминді қолдану керек шығар. Нәтижесінде біз деген жаңағы толыққанды мәдени қалыптасқан тұлғаны қалыптастыру үшін сол миссияны өзгерту қажеттілігі бар ма, жоқ па? Енді миссия деген кезде ең біздің мақсатымыз ол азамат қалыптастыру ғой. Жалпы азаматтық бірегейлігі күшті маманды қалыптастыру. Соған негізделу керек деп ойлаймын. Ең бірінші ол өзінің жаңағы мамандығына өте терең кісілігі бар адам қалыптастыру. Енді ол кемелдік деген менің ойымша ол бірден 21 жасында мен кемел адам болады деген философиялық жағынан келіспеймін. Конфуцийдің өзі айтқан емес пе, 70 жасымда жаңағы сондай даналық түсіне бастадым деп. Жаңағы Гегельдің өзі мысалы жаңа Аристотельді 200 рет оқып мен түсіндім дейді философияны. Сол сияқты әлем мойындаған философтардың өзі бірден адам болып шыққан, үлкен кемел адам болып шыққан. Сол себептен мен ойлаймын, енді маман ретінде, жақсы маман ретінде адам шығып жатса, ол да пайда қоғамға. Әрмен қарай енді оны уақыт көрсетеді. Оның студенттің ішінен енді 10 мың адам кемел болады дегенге мен келіспеймін, философиялық тұрғыдан қарасақ. Негізінде солай менің өзім пікірім енді. Яғни ол тұлға деген бөлек, азамат бөлек, бірақ кемел адам болу үшін оған біраз өмірлікте тәжірибе керек деген сөз ол. Кәсіп жағынан да мүмкін ол маман өз мамандығымен де кейін жұмыс істемейтін шығар. Біздің негізі мақсат сол мамандығын сүйіп, отанын сүйіп, қоғамын сүйіп, отбасын сүйіп, соған деген жаны ашып, соған деген бір еңбек ететін, отанына еңбек ететін сондай адам болу керек деп. Мысалы, Платон академияны ашты Грецияда. Сол академияда философия, физика мамандығынан бастап етік тігетін мамандыққа дейін болған. Мысалы, содан шамалы адам философтар шықты, біреу Аристотель, адамдардың бәрі философ болып шыққан жоқ. Бірақ мықты етік тігетін адам шықты. Мықты ақын шыққан шығар, мысалы. Мықты математик шықты. Кәсіпке қайта ораламыз. Жалпы мен де сол пікірдемін. Мықты кәсіпкерлер керек, жалпы бізді қоғамда ары қарай дайыр болады. Мысалы, үкіметке ғана бүйтіп қарап отыра берген болмайды. Көп жағдайда үкіметке ауыз ашып қарап отырғаннан кейін, мысалы, бізде көп процестер жүрмей қалады. Мысалы, әлеуметтік салаға байланысты. Әлеуметтік салада көп жағдайда әкімдік көмектесу керек, әкімдік ұйымдастырады, бірақ халықтың ішінен мықты байлар шығу керек, мықты мамандар шығу керек, мықты профессионалдар шығу керек. Ол тек қана республика деңгейінде емес, халықаралық деңгейдегі мықты профессионалдар шығу керек. Мысалы, бір Димаш шықты Ақтөбеден, бірақ сол сияқты Димаштар көп болу керек қой, жалпы айтқан кезде. Және әр саланың өз Димаштары болса, мысалы, ол нұр үстіне нұр болады. Және әсіресе бірінші кезекте енді ол үлкен кәсіпкерлер, қанша дегенмен өйткені жұмыс беруші де кәсіпкерлер, салықты да төлейтін кәсіпкерлер, үкіметке ақша қайдан түседі. Одан бөлек және де әсіресе мынау біздің қазіргі жастарда бизнес мышление өте жоғары. Мысалы, педагогтарға байланысты қазірде өзімде студенттерге айтамын, мысалы, мектепке дейінгі оқыту, бастауыш оқыту педагогикасы әдістемесінің студенттеріне бізде қазір мектеп сандары жетіспей жатыр ғой. Мектептің саны жалпы демографиялық жарылыс бойынша жетіспейді. Оларда мықты мүмкіндік бар. Бірден өзінің жеке мектебін ашатын, немесе орталығын ашатын. Бір жағы кәсіпкер болады, екінші жағы халыққа пайда тигізеді, өйткені елдің баласын оқытады. Үшінші жағы жұмыс береді біраз адамға.
Осы бір бізде кәсіпкерлік және бизнес негіздері деген пән оқытылады. Жақсы, жалпы жаман емес, мықты экономистер оқытады. Одан бөлекте қосымша бір курстар болса, жалпы енді оған 100% студенттің бәрі бармайды. Ішінен таңдап, немесе жаңа кәсіп өкілдерімен кездессе. Өйткені университетте көбіне ғылым өкілдері мықты көп бізде, бірақ нақты сол кәсіп саласының майталмандары, бизнесмендер, жекеменшік мектептің директорлары мысалы, енді барынша шараларға шақыртамыз, бірақ көбейсе нұр үстіне нұр болар еді. Біз яғни жаңағы бай деген терминге айналып келіп отырмыз, бай деген ол меценат, бай деген ол осы қоғамның бір несі, итермелеп жүрген бір күші, қоғамды мемлекеттің дамуына үлес қосып жүрген адам. Ал әрбір студент ол деңгейге жету үшін оның бір үлкен биік мақсаттары да болу керек деп ойлаймын. Себебі жастарымыздың арасында көп біреуге жұмыс істегім келмейді деген. Ол неден басталады және не себепті өзін мына кәсіпкерлікке келу үшін қандай өзгерістер енгізу керек өзінің азамат ретінде? Неден бастау керек? Маған осыдан 5-6 жыл бұрын осы болашақта оқитын, бітіріп келген жаңа шәкірттерім, таныстары келіп, маған бір журнал алып келді. Жаһан деген журнал, қазақша Жаһан журналы. Соның ішінде мына технологияға қатысты бір жақсы мақала бар екен қазақша. Сондай бір оқып, мен бір ойландым. Илон Маск бар ғой. Сол кісі Аристотель жақсы оқыған екен. Жақсы көрген Аристотель. Сонда Аристотельдің жаңағы принциптерін негізге алған, ол кісі мынадай өзіне студент кезден бір шешім қабылдаған екен. Жаңа нәрсе ойлап табудың қажеті жоқ. Бұрынғы бар нәрсені біз қалай оңтайландырамыз. Шынымен де қарасақ, қазір енді жаңа нәрсені ойлаудың қажеті жоқ, бірақ біздің тұрмысымызға, күнделікті жаңағы пайдалануға қандай нәрселер біз жасап шығарамыз. Мысалы қарасақ. Сол сияқты біздерге, студенттерге де бір осы кәсіпкерліктің бір философиясы оқытылу керек. Мысалы, алаш сиялары кәсіпкерлікті игілік іс деп атаған. Игілік іс, яғни қоғамға пайда әкелетін іс. Адам өзінің жеке басы үшін бай емес, яғни ол қоғам үшін бай болу керек. Біздің қазақтың тарихында сондай мақсат қойды. Мысалы, Құнанбай бай болды, Абайды ең бірінші тұлға қылып қалыптастырды. Мысалы, Шәкәрімді сөйтіп қалыптастырды. Сол сияқты бізде де бір формула керек. Яғни бай болудың, байлыққа жетудің бір формуласы керек. Ол формула бар, Абайда бар, ол Алашта бар. Мысалы, жаңа біз тұлға жөнінде айтып жатырмыз, толық адам жөнінде айтып жатырмыз. Міржақып Дулаттың мына бір сөзі бар. Депутат бол дейді, газет шығар, бала оқыт, ұлт ісіне келгенде бәрі бірдей дейді. Мысалы, мықты мұғалім болу мүмкін, ауылдарда елеусіз жүрген, бірақ оның алдынан керемет тұлғалар шығуы мүмкін. Мысалы қарасақ. Сол себептен менің ойымша әркім өз ісінің профессоры болу керек. Ата-ана тәрбие беру керек, ұстаз жақсы ұстаз болу керек, ғалым жақсы ғалым болу керек, басшы мықты басшы деген сияқты мінекей әркім өзінің қызметін атқаратын болса, онда қоғам дамиды бізде. Студент қандай болу керек онда? Студент жаңағы сынмен қарау керек. Мысалы, мен өзім студенттерге айтамын. Мысалы, мен кемшілікті айтыңыздар, ешқандай қылмаңыздар деп. Мысалы, маған ашық айтады студенттерім. Ағай, сіздің мына жеріңіз дұрыс емес деген сияқты. Мысалы, мына оймен келіспеймін деген сияқты, ол жақсы нәрсе. Сол себептен сынмен қарау керек, сыншыл болу керек, бірақ енді сыншыл болсын да адамның ар жағында білім болу керек. Тәрбие болу керек бірінші. Енді қазір студенттер жақсы, бірақ енді қазіргі жастардың мақсаты енді жұмыс істеуім керек, ақша табуым керек деген сияқты. Бірақ ол мен үнемі айтамын студенттерге, сен қазір жұмыс жасаватсың, жақсы, айлығың жақсы екен, бірақ сен мына жұмыспен менің жасыма дейін жүре алмайсың ғой. Мысалы, менің жасымда ертең саған бәрі мамандық керек болады деген сияқты. Сол сияқты сондай бір ақыл керек студенттерге, ой айтуымыз керек. Өйткені балалықпен кейде жаңағы аз ақша табамын деп ойлайды, бірақ ол жұмыс уақытша жұмыс. Өйткені ол адам 20 жаста тұра бермейді. Ертең ол менің жасыма келеді деген сияқты. Сондай ақыл кеңес керек, менің ойымша. Осы жерде менің ұсынысым мынандай, біз алаш идеяларынан бастап осы тәрбие кәсіпке келе жатырық қой. Бәлкім осы алаш өкілдерінің, зиялы қауымның шығармалары бар шығар. Осы ол кісілердің идеяларын да түсініп, сонымен қоса тереңірек түсініп, сонымен қоса қазіргі таңдағы мәселелерге басқа көзқараспен қарап, өздерін өзгерте алатындай, өзіне жақсы қасиеттер сіңіп алатындай, қандай шығармаларды ұсына аласыздар?
Мысалы, Мағжан Жұмабаев педагогика еңбегінде мынадай тұжырым жасаған. Әр адам бақытты болса, ұлт бақытты, ұлт бақытты болса, адамзат дүниесі бақытты деген. Жалпы біздің қазақ халқының өмір сүру философиясында әр адамда ерекше көңіл бөлген. Мысалы, бір адам бақытсыз болмау керек, біздің қоғамда, тарихта сондай. Ал енді бақытты болу үшін Әл-Фараби айтқан, адам бірінші өмірде дұрыс мақсат қою керек. Дұрыс мақсат қою керек. Және сол мақсат жолында еңбектену керек. Үшіншісі, сол мақсаттың нәтижесін көру керек. Біздер мақсатты күнде өзгерте беруіміз мүмкін, да? Ол жақсы емес. Адам бір мақсат қою керек, бірақ сол мақсатқа жету керек. Мысалы, менің мамандығым философия, мен студент кезде философияны ешкім қалаған жоқ, мысалы. Бірақ мен қайткенде де осы философияны өзімнің мамандығыма айналдыру керек. Қазір мысалы философтар барлық керек болған. Мысалы, осыдан 20 жыл бұрын философия деген бір елеусіз мамандық болды. Ал қазір қоғамда қажет мамандық болып жатыр. Себебі неге? Уақыт. Қазіргі мынау технология дейміз, басқа дейміз, ақыл парасаттылық мәселесіне келіп тіреліп жатыр. Канттың айтқаны бар ғой, мына рационализмнің өзі бір күн тығырыққа тіреледі деп. Шынымен де қарасақ, ерік мәселесі бар. Мына 19 ғасырда Шопенгауэр деген немістің философы ерік деген проблеманы көтерді. Европаның бәрі түсінген жоқ. Оны күлді. Бұл не нәрсе, қаяқтан тауып алды деген сияқты. Ал 20 ғасыр басында Шопенгауэрдің идеясы өте құндылыққа айналды. Сол себептен мына 3000 жыл бұрынғы кешегі 12 ғасырдағы мәселелер болуы мүмкін, хандар заманындағы ұғымдар болуы мүмкін. Біз соған түбі қайтып келеміз. Ал енді ғалымдардың мақсаты солардың барлығын анализ жасап, біз дайындап қоюымыз керек. Мысалы, Европа неге күшті? Олардың халқы кітап оқыды, әлі күнге дейін оқып жатыр. Мысалы қарасақ, ана философтарды ең бірінші халық таныған. Ал мысалы мен қаншалықты деңгейде философ бола берейін, Абылай мысалы сіздерде бола берейін, халық оқымаса оның не пайдасы бар деген сияқты осындай мәселелер бар, менің ойымша. Оңай ақша табуға қызығу өте басым. Енді ол әрине көбіне әлеуметтік желілерден шығады, барлығы жариялағысы келеді. Бірақ ең бірінші келген студент өзін тыңдау керек. Және де американдық киноларда бір вечеринкаларды бәрін идеализация қылдырып көрсетеді, бірақ та Америкада оқу өте қиын. Мен өзім Англияда оқыдым, мысалы, күні түні кітапханадан шықпай оқисың. Өйткені жаңағы дедлайн бар, уақытылы тапсыруың керек, және де қойылатын тапсырмаға, жазатын жазба жұмыстарына, емтиханға қойылатын талап өте жоғары. Кешіктің бе 1 минут, болды, қабылданбайды. Ол заңмен барлығы, енді бізде студенттер өте келеді, менде 1 балл ғана жетпей тұр стипендияға деп келеді. Жетпей ме? Ол жетпейді, мысалы. Ол жақта өте қатаң. Бізде де енді қатаң, қазір көптеп жылап келгеннен кейін жаңағыдай 1 баллдың төңірегіне көптеп сұрақтар болады, сол жаңа айтып жатырмын. Бірақ та студенттер жаңа аға айтып өткенде, негізі алданбау керек көп нәрсеге. Және де шәкәрім айтады, қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергесін дейді. Сол себепті студенттік шақ ол ең бар шағың, ең денсаулығың бар шақ, ең уақытың бар шақ, ең энергияң бар шақ. Осы шақта кітапханадан шықпай оқу керек, білімді болу керек. Кез келген салаға білім қажет болады түбі. Іздене беру керек, сыни тұрғыдан оқу керек, әрине кітап көп, бірақ сыни тұрғыдан оқу керек. Және де енді егер зерттеуші болам десе, осы жалпы әлі де тарихты, әлі де мәдениетті, әлі де дінді, әлі де философияны көбірек зерттеу керек. Бізге өте мықты ғалымдар керек, әлі де көп салаға. Сонымен қоса ғалымдарға үлкен қолдау көрсетіліп отыр ғой қазіргі таңда. Пәтерлерге де кезеккен тұрып алып жатқандар да бар әріптестеріміздің арасында. Сонда да әрқайсыңыздан 2 шығармадан қандай шығарманы ұсынатын едіңіздер біздің студенттерге, біздің жастарға жалпы? Осы алаш идеяларында түсініп, сонымен қоса өзінің тұлға ретінде қалыптастыруға. Егер мына жанды тәрбиелеуге қатысты болатын болса, мен Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілегін, Жүсіпбек Аймауытовтың психологиясын, Мағжанның Шолпанның күнәсі деген әңгімесін мен айтар едім. Себебі Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек шығармасында сол Ақбілек өзінің еркіндігін өзінің ақылымен, біліммен, ерік-жігерімен қорғап қалды.
кейде өмір болғаннан кейін адам тығырыққа тіреліп қалуы мүмкін. Адам кейде өзін бір жалғыз сезініп қалуы мүмкін. Бірақ адам мықты болу керек. Мен ана ашаршылық құрбандарын зерттеген кезде мен таңғаламын. Ана мықтылықпен жеңді ғой сол қиындықты. Қазір өмір керемет біздің. Мен өзім студенттерге де айтамын, мына студенттік өмір өте керемет бізде. Неге дейсіз ғой? Мысалы, қазіргі кітаптар бізде болған жоқ біздің кезімізде. 99-2000 жылдары мына философиядан қазір 100 жаңа оқу жобасымен үлкен мына өркениетті елдердің университеттері оқып жатқан кітаптарды біз ана тілімізге аудардық. Шын айтқанда соны біз оқуға ерінеміз. Мен айтамын үнемі. Және ол шетелдің ғалымдарының жазған оқулықтарында ерекшелік көп, жақсы. Оны шындықты мойындау керек. Олар өмірінің ненде алатын философияны мысалы. Бізде бұрын оқулықтарда тек қана идеясын жазса, өмір қалып қойса, ана жерде оның жеке өмірінде айтатын мысалы. Сол сияқты сол кітаптарды мүмкіндік пайдалануымыз керек. Технологияны пайдалануымыз керек. Қазір енді білім жинауға мүмкіндік көп. Ал енді кәсіпкер болам десе, ғалым болам десе, мына мемлекеттің азаматы ретінде қалыптасу үшін Әлихан Бөкейхановтың, Міржақып Дулаттың, Ахмет Байтұрсыновтың мақалаларын барлығын оқып шығу керек. Себебі неге? Ол жерде мына қоғамның модель жасалған. Мысалы, оқу қалай болу керек, процесі қалай болу керек, білім қалай берілу керек, ғылым қай бағытта даму керек, қандай ғылымдар керек, тіпті медицина қандай болу керек, экономика қандай болу керек, бизнес қандай болу керек. Мысалы, технология деген мәселені көтерген Әлихан Бөкейханов. Әлихан Бөкейханов айтқаны бар, қазақ дейді, табиғатқа сыйынып күн көруді қою керек дейді. Технология керек дейді. Мысалы, мен кейде әзілдеп айтамын, ауылдағы әріптестерге, класстас сыныптастарыма тасаттық бере береді, жаңбыр жаумайды. Енді ол да дұрыс қой, бірақ мен айтамын, технология даму керек. Мысалы, Әлихан Бөкейханов соны айтқан. 3000 малды жаңағы 300.000 гектарға өсіргеннен 10 гектарға өсіру керек деген сияқты. Әлихан Бөкейханов сондай керемет үлгісін жасап кеткен. Мысалы, қазақ жерлерінің қай жерінде қандай шаруашылық даму керек деген мәселе бар. Осылардың бәрін пайдалану керек студенттер. Егер кәсіпкер болам десе, маман болам десе, осының бәрін оқу керек. Керемет. Үмбетхан ағай философ қой. Бірақ мен филологпын. Филологияға байланысты әдебиеттерді айтты, көбіне мен филолог көп, бірақ философияға байланысты айтайын. Дұрыс. Бұл жерде бірінші кезекте Абайдың ғақлиялары, одан алшақтап кете алмаймыз. Өйткені кім Ахмет Байтұрсынұлының мақаласы қазақтың бас ақыны 50 жасқа толды деп мақала жазады. Абайдың ғақлияларына барып тірелеміз. Сыни ойлау да сол жерде, жалпы қазақ деген кім? Қазақтың кемшіліктерін бетіне басады. Біраз адамдар айтады екен, осы Абайды оқыған келмейді, уже қазақ жамандай береді деп. Бірақ ол жерде үлкен сын. Үлкен сын. Қазақ деген бәрімізге тиеді ғой түбі. Одан кейін Шәкәрім. Шәкәрімді де азаматтық жағынан да, философиялық жағынан да, қалыптастыруға, менторлық жағынан да Шәкәрімді қарау керек. Одан бөлек енді басқа да алаш қайраткерлерінің, және де алаш қайраткерлерінің бір ерекше ұнайтын тұсы, олар сол кезде қоғамға не керек екендігін ескеріп, сала бойынша бөлінген. Мысалы, Мағжан педагогиканы жазды, Жүсіпбек Аймауытұлы психологияны жазды, жантануды, Ахмет Байтұрсынұлы тіл білімін, әдебиеттануды, Әлімхан Ермеков математиканы, әрбір сала бойынша негіз олардың барлығында өлең жазатын қабілет болды. Барлығында көркем шығарманы да жазады, бірақ бір миссиямен өмір сүрді. Бір миссия болды. Осы сала арқылы енді адам бүкіл саланы бірдей қамти алмайды, ол бәрібір қиын. Ол уақыттың өзінде қамти алмаған, қазір де қамти алмайды. Қазір тіпті қамти алмайды шығар енді, қазір өте өске болып кеттік қой. Бір ой келіп отыр. Мына Абайды айтып отыр, өте дұрыс айтып отыр. Мына Абай бар, Алаш бар, олар керемет өздері анализ жасағанда, мысалы біз қоғамды қалай өзгертеміз дегенде тәжірибені өте күшті алған. Мысалы, Абай грек философтардың тәжірибесін алған. Оққан өте сауатты. Ал мына Алаш 18 ғасырлардағы Европаның ғалымдарын алған. Мысалы, француздың философтары, ағартушылар дейді ғой. Олар ең бірінші ұлттық энциклопедия жазды. Яғни ұлттық энциклопедиядан бастады. Категориядан бастады ең бірінші. Мына біздің алашиялар да сол сияқты. Мысалы, кім айтқан? Вольтер. Тарих дейді, тарих философиясын зерттеді ғой. Тарих дейді, ол әлемдік болу керек дейді. Мысалы, біздің қазақтың тарихы қалай әлемдік тарихқа айналады? Немесе біздің тарихымызды әлеммен байланыстыратын не нәрсе?
Біз осыған көңіл бөліп отқан жоқпыз қазір. Біз ескертіш қоямыз, болды. Бүкіл тарихтың мәселесі шешілді деген сияқты. Жоқ. Ең бірінші сана өзгеру керек. Мәдениеттің негізгі бастапқы мағынасының бірі ол жанды жетілдіру. Енді мен әдебиетті өз басым, мысалы мен өз басым тарихты, философияны, әдебиетті бөлмеймін. Неге дейсіз ғой? Бөліп жүрген совет үкіметі кешегі. Мысалы Лениннің айтқаны бар. Әдебиет дейді, әдебиет коммунистік партияның винтелі болу керек дейді. Соның құралы болу керек дейді. Сөйтті әдебиет ол тек партияға қызмет ету керек дейді. Ал оның ар жағындағы жаңағы шындық деген мәселе бар, мысалы. Қоғамның шындығы деген бар, тарихтың шындығы деген бар, мәселенің барлығын совет үкіметі еркіндік берген жоқ та, тек қана Ленинді мақтау керек, коммунистік идеология мақтау керек деген сияқты сондай саясат болды. Ал енді Аристотель айтқан поэзия мен философия ол егіз бала сияқты дейді. Сол себептен қазір енді мәселеге келетін болсақ, Алашты айтқан кезде жаңағы сол Алаштың тәжірибесін алуымыз керек. Абылай өте дұрыс айтып отыр. Екіншіден, ұлттық энциклопедия қатты көңіл бөлуіміз. Тіпті университеттің өзінде сол ұғымдарды зерттей берсе өте керемет болар еді. Сосын тағы бір оқулық бар, рұқсат етсеңіздер, ол Мұхтар Мағауиннің «Мен» деген шығармасы бар. Жалпы кез келген студент оқу керек деп ойлаймын. Ол әрине филолог, филология тұрғысынан айтқанмен, бірақ жалпы мен деген қайдан шығады, мен қалай қалыптасады, және өзінің барлық студенттік шағын жазып өтеді. Мен әрбір курста не істегенін, ғылымға қалай келгендігін, білімді қалай алғандығын, бір ерекше тұлға ғой Мұхтар Мағауин. Соны қосымша ретінде айтып өтуге болады. Сосын мына қазақ газетін алуымыз керек үлгі ретінде. Тіпті облыстық газет болсын, республикалық болсын, жалпы қазақ газетінің ішінде жаңағы тарихқа қатысты бүкіл проблема көтерілген ғой. Мен студенттерге былтыр сұрақ қойдым. Жаңағы сіздер қандай газетті білесіздер деп Ақтөбеге. Сол кезде көбісінің білетін диапазон. Себебі неге? Өйткені ана жерде диапазонда көбінесе әлеуметтік мәселе көтеріліп жатады. Сол себептен басқа газеттер онша қызықпайтын болып кетті. Сол себептен ол қазіргі заманда сол алаш зиялылары ең бірінші мәселені көтеріп бәсекеге қабілетті болу керек. Мысалы газет шығарды ма, ол өте қабілетті болу керек деген сияқты. Осы жағынан көңіл бөлу керек, менің ойымша. Рахмет, құрметті әріптестер. Біздің де подкаст аяқталып жатыр. Бірақ менен бір ұсыныс бар. Екеуіңіз де ұстазсыздар, біріңіз кафедра меңгерушісі, философ, біріңіз факультет деканы, филологсыздар. Мен тәрбие жөніндегі проректормын. Екеуіңіз қандай ұсыныс айта аласыздар менің бағытындағы жаңағы осы бүгінгі подкастымыздағы тақырыптардан алынған бір идеялар болса, соның ішінен не өзгертуге болады? Тәрбие жөнінде, әлеуметтік жөнінде, біздің студенттеріміздің жағдайын жақсарту жөнінде, психоэмоционалдық жағдайын жақсарту жөнінде қандай ұсыныстар айта аласыздар? Менің бір ұстазым айтқаны бар, философ. Кейде өмір болғаннан кейін ашуланасың дейді. Бірақ мен мына жырауларды оқыған кезде ашуланған нәрсем түкке тұрмайтын нәрсе болып қалады деп. Біз жастарымызға енді жас болғаннан кейін адам эмоцияға берілгіш болады. Осындай тәсілдерді үйретуіміз керек. Жалпы қызықтыруымыз керек. Жастарға ақыл кеңес көп айту керек. Мен енді өзім кейде менімен ақылдасатын үзілістің өзінде келіп айтып жатады. Жаңағы ағай, сіз мынадай лекцияда ойыңыз мені ойландырды, шынымен менде мынадай мәселе бар деген сияқты. Сондай жағдайда ақылыңды айтасың, жаңағы баланың ойланып жүрген мәселесі тек әшейін болып қалады мысалы. Сол жағынан көмектесу керек. Енді қазір өзіміздің де жаңа балдарды уайымдаймыз болашағы. Алаңдайтын нәрсе, кері әсер ететін нәрсе көп. Осының барлығына сақ болу үшін сол сақтық жолдарын біз үйретуіміз керек. Адамды жалпы мен ойлаймын шығармашылыққа қарай баулуымыз керек. Бір мақсат болу керек, бір кәсіп болу керек. Сондай үйірмелердің қызметін біз оңтайландырамыз ба? Сондай жұмыстар менің ойымша негізі. Үйірмелерді шамалы реттеу. Дос Мұқасан мысалы фильмі бар ғой. Соның өзі мықты мысал. Сол кездегі политехта идеялар бір жерден тоғысатын жастардың жиналуы, және музыка университетінде оқымайды, өнер университетінде оқымайды. Барлығы болашақ техника саласының мамандары. Бірақ та оларды құтқарған нәрсе сол өнердің айналасында, үйірменің айналасында тоғысуы. Кейіннен барлық үлкен тұлға болды, мысалға өзімізге белгілі, сол фильммен белгілі болды. Жалпы студенттер, адам деген негізі әлеуметтік жануар дей ма? Жалпы әлеуметтік жаратылыс қой, былайша айтқанда.
сол себепті клубтар көбірек болса, және де сол жерде идеялар біріксе, соған барынша мүмкіндік жасау, енді кабинеттерін беру, осындай площадкаларды беру подкастқа байланысты. Сонда ол бір жағынан өз қатарластарымен пікір алмасады, бір жағынан өздеріне қызықты нәрсе жайында айтады. Осындай ұсыныс берер едім. Одан бөлек енді қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық жалпы керек. Өйткені ол аға айтқандай, азамат болып қалыптасу үшін жалпы мемлекеттің заңдарын, оның өзінің кәсібіне байланысты да, азаматтық позицияға байланысты жалпы қаржылық құқықтық сауаттылық та өте қажет. Екі мәселе бар. Тарихтан қатқан ең бірінші жанашырлық, екінші ықылас. Студенттің оқуға деген ықыласы болу керек, студенттің ұстазға деген, қоғамға деген жанашырлығы болу керек, және ұстаздардың біздің де жанашырлығы болу керек. Яғни бір-бірімізге қамқор болу керек, ашық, қандай мәселе бар, соны талқылап, ортақ біз шешуіміз керек қой. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді абай. Сол ортақ санаға болу керек. Бірақ енді мен өзім қаншама уақыттан бері осы студенттердің ішінде жүрмін, сөзге түсінеді барлығы. Жақсылап тұрып жеткізсең, түсінбейтін адам жоқ, барлығы түсінеді. Жанашырлық деп керемет айтып отырсыз. Ол ортақ, әр адамға ортақ. Әрқайсымыз бір-бірімізге жанашыр болсақ, әрқайсымыз қоршаған дүниеге жанашыр болсақ, жануар болсын, жиһаз болсын, кітаптарымыз болсын, тарихымыз, мәдениетіміз болсын, сол кезде бәлкім үлкен мақсаттарға, үлкен құндылықтарды армандап жүрген біздің кезіндегі алаш зиялыларымыздар бізге аманат етіп қалдырған дүниеге жете алатын шығармыз. Рахмет сіздерге, құрметті әріптестер. Осымен біздің подкаст аяқталды. Ал құрметті көрермендер, комментарий жазып, лайк басып, комментарийді пікірлеріңізді қалдырып, осы подкаст туралы және келесі подкастқа ұсыныстарыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Үлкен рахмет, сау болыңыздар.